5-ші қабағың. Жолың болсын деселік, жолыңа нұр төселік. Сауыңды кесейік, күрмеуіңді шешейік. Рұқсат болса ең бірінші біз әкемізден бата алсақ, сосын қазақтың дәстүрін сақтап тұсауын кесейік. Батамызды беру үшін Қуаныш әкемді ортаға шақырайын, ізгі тілегін балапанына деген батасын берсін. Қуаныш әкем бар ма? Қуаныш әкем, келіңіз аға. Бірінші батаңызды беріп алыңыз. Одан кейін тұсауымыз кесетін Аллах. Ал, әмин. Alhamdulillah, ey Allah basına mandak versin, zevki sağlık versin, bereket versin, rızık versin, belalardan saklasın Allah Teala. Arafat dağınday atan çıksın da Müslüman halkına. Ömrün uzak olsun. Ata men anana olğanat olsun. Hostel ağabey kabinetini yaptığını tekrar Allah. Ай бәрекелді. Әкеміз батамыз берді енді рұқсат болса салтанатты түрде осы қазақ міне рұқсат болса әкемізге тамаша батаңыз үшін ата Қуаныш әкем келіңіз. Сізге анау мынау емес Геннадий Головкиннің шапанын жабайын деп отырмын міне. Құтты болсын. Рахмет. Көре алмайтындар қол соқпай тұра берсін. Рахмет. Ал енді бисмиллахир-рахманир-рахим деп қос балапандарыңыздың тұсауын кесейік. Міне еліміздің елеулісі халқымыздың қалаулысы болсын деген ниетпен рұқсат болса Динара ханымды ортаға шақырайын. Осы балапанымыздың тұсауын кесу үшін Орал қаласынан келген Динара ханымды сахна төріне шақырайын. Келіңіз, осы балапанның тұсауын кессін. Алла тіл дегеннің тілінен, көз дегеннің көзінен сақтасын. Енді рұқсат болса Арafat, өзіңе таңдаған дүниеңді ал. Қамшымасаң, білесің кім болатынды, кітапты алсаң, оқымысты боласың, домбыраны алсаң, енді әнші күйші боласың. Маған тартпай қой, маған тартсаң жаман болмайсың. Ал Арafat, өз қалауын ал. Al, qolsam qo'yingizlar. Rahmat.